Қазір жер бетінде қарызсыз мемлекет жоқ. Сонда олар кімге қарыз? Жауап бір-біріне. Ол қалай? Мысалы, әлемдегі ең көп қарызы бар мемлекет Америка Құрама Штаттары. Оның қарыздары негізінен қазынашылық, яғни мемлекеттік облигацияларынан тұрады. Яғни ақш үкіметі облигация деген құнды қағаз шығарады. Ал оны сатып алған адам немесе мекеме жұмсаған сомасынан жыл сайын шамамен 4% өсім көріп отыр. Бұл облигациялар әзірше әлемдегі ең сенімді қаржы инструменттері болып саналады. Табысы көп емес, бірақ сенімді әрі тұрақты. Ал енді ақш нақты кімге қарыз десек, оның облигацияларының 70%-ын американдық банктар, фондтар және азаматтар ұстап отыр. Ал қалған 30%-ы біздің елмен қатар Германия, Франция, Жапония, Қытай секілді көптеген мемлекеттердің иелігінде. Бұл елдер өз облигацияларын шығарады, ал ақш олардың облигацияларын сатып алады. Осылайша бүкіл әлем бір-біріне қарыз болып отыр. Ал енді осы облигациялар, яғни міндеттемелер бойынша өсімін төлей алмаған жағдайда барлық дерлік мемлекеттер тағы да жаңа облигациялар шығарып, қарыздарын тек өсіре береді. Достарыңыздың не туыстарыңыздың арасында бір кредитті жабу үшін одан да көп екіншісін алатындар бар шығар. Әлем мемлекеттерде дәл солай.